Пердебек Назгүл, желтоқсан оқиғасы. Жанымды қыршып, жанап өткен желтоқсан. Жыл емес еді, ызғарлы сонша ел тосқан. Бар қазақтың мұң қайғысы бұл жылдар. Қара бауыр, қасқалтақ деп ән қосқан. Шындық қанша, улы сырындай сөйлеген. Уақыт қанша, убал жастарды жерлеген. Қыздан лақтырып жанын қиған азаппен, өлсе де бірақ өлгендердей көнбеген. Өр намысын аяқпен таптап мұжыған, сорғалатып сүйреп жүрген қызыл қан. Жас біткенді алқаш деп сонда басынып, қорлағанына қойдай қырып ашынам. Ақиқатың неге әлі беймәлім? Қыршын жастар неге қолға туалдың? Қаншауың кеттің із-түзсіз боп жоғалып, қаншауың жүрсің айталмай әлі рухарын. Ыстық сумен тірідей сені боласа, тірі шығамын деуің сірә талбаса. Желтоқсандықтар жау деп тарих айтатын, Шахановтың бір шындығы болмаса. Атпай сонда көңілденіп бірақ таң, жан беріп, жан шығарған бұл алаң. Мысын басып, мырс-мырс күлген колбиннің қорқынышын ызалы жастар оятқан. Алматыда ардагерлер осы күн жыл сайын жылап, сол жылдарды еске алар. Тілегі жалғыз, еңбекпен келген еліме, тәуелсіздік мәңгі енді сақталар. Тым басқаша, ызғары қатты жыл болды. Өз жерінде, өзгеге сонда қор болды. Бабаларын аяусыз қырған орыстың, балаларың тілінде сөйлеп мәз болды. Желтоқсан ол, еске түсер аюдай, тарихымды қанды жазу торладай. Қазақ бүбіт, қазақша сөйле бауырым, бабаларың еңбектерін еш қылмай. Билікті алу оңай емес қазақтан, құтылдың бүгін, құтылдың барша азаптан. Жылдар өткенмен жастар рухы жай таппай, тоңдырды мені, тоңдырды сені желтоқсан.